Ассалаумағалейкум құрметті достар, менің атым Ерте Қуанышев. Алдында бір видеомда мен осы келесі сабақта қалай инстаграмдағы қажет емес подписчиктерді тазалап, оның белсенділігін арттыруға болады, және соның техникалық жақтарын айтамын деген болатынмын. Енді бүгінгі сабақта мен соған толығырақ тоқталам. Егер алдыңғы видеомды көрмеген болсаңыз, онда міндетті түрде қарап шығыңыз. Мен ол жерде инстаграмдағы парақшада тұрған боттар мен коммерциялық аккаунттардың оның рейтингіне қалай кері әсер ететіндігі туралы өте маңызды ақпарат айтқан болатынмын. Қазір шамамен примерно осы жерде сілтеме пайда болады, сол сілтеме арқылы қарасаңыз болады. Енді бұл сабақта мен алдындағыдай теория емес, тек қана осы практика жүзінде қалай инстаграм парақшаны қажет емес аккаунттардан, боттардан және коммерциялық аккаунттардан тазалауға болады, сол жағына көмектесетін онлайн сервистер мен программаларға тоқталам. Енді мен өзім екі онлайн сервис пен бір программаны алып қойдым осылай, міне осы жерде. Енді біріншісі ол Leongram деп аталады. Бұл Leongram туралы менің жасаған арнайы бір жеке видеом бар. Ол жерде мен бұл программаны инстаграмға жалпы подписчик жинау үшін және сол сияқты алға дамытуға арналған бағдарлама ретінде таныстырдым. Және оның тағы бір керемет функциясы бар. Ол мына жерде міне жазып қойды: очистка от ботов. Яғни боттармен сол сияқты қажет емес аккаунттардан тазалауға мүмкіндік береді. Енді бұл программа сондықтан компьютеріңізге жүктеп алғаннан кейін ол жерге арнайы өзінің баптаулары бар. Мысалға, сізге жазылған адам тағы да басқа бір 1000 парақшаға жазылған болса, ол автомат түрде сіздің мысалға парақшаңыздан жойып жібереді. Яғни жою дегеніміз мысалға оны банға жібереді, одан қайтадан баннан алып тастайды. Сол кезде сіздің подписчиктер тізімінен ол жоғалып кетеді. Яғни бұл сондай принципте жұмыс жасайды кез келген онлайн сервис пен программа. Енді сол сияқты басқа да фильтр, яғни сол сияқты жұмыс жасауға мүмкіндік беретін қосымша функциялар бар. Оны осы программаны жүктеп алып қарасаңыз болады. Тағы да бір айта кететін жағдай, мына жерде бұл программаның фри, яғни тегін версиясы бар. Тегін нұсқасында бұл очистка от ботов деген жоқ. Ол үшін ақылы тарифті алуыңыз керек. Бірақ сізге байқап көру үшін мына жерде 3 күндік тариф бар, яғни 99 рубльге примерно 400 теңгеге алып, соны 3 күннің ішінде енді қалай жұмыс жасайтынын тестлеу үшін қарап шықсаңыз болады. Мен өзім мына программаны бір айға алып қарап көрдім. Жалпы тез бастағысы келетіндерге бұл жақсы вариант, бірақ енді бұл онлайн болмағандықтан компьютеріңіз ылғи да қосулы тұру керек. Сол жағында бір минустар бар. Енді келесі сервис бұл Zengram деп аталады. Яғни бұл Zengram болсын, жаңағы Leongram болсын, бұлар инстаграмды алға жылжытуға көмектесетін бұл онлайн сервистер. Енді бұл сервис негізі мен инстаграмды алға жылжыту үшін 1-2 айға алып көрген болатынмын. Қалай жұмыс жасайды деген сияқты, бірақ оның ішінде негізі қажет емес аккаунттарды, мысалға боттарды және коммерциялық аккаунттардың үлесін анықтап беретін, анализ жасайтын арнайы сервис бар. Мысалға тіркелесіз, өзіңіздің парақшаңызды көрсетіп қоясыз. Ода қанша проценті мысалға бүйтіп дөңгелек тұрады. Жап-жасыл болып тұрғандары ол сізге қажет подписчиктер, және қызыл болып тұрады, ол коммерциялық аккаунттар. Соны белгілеп, сіз жаңағы тазалау дегенді басқан кезде сол қажет емес подписчиктерді жойып жіберуге болады. Енді оны қолдана бастау үшін мына сервисті бір уақыт сатып аласыз. Сол уақыт мысалға 1-2 айына 600 рубльден басталады, одан кейін тағы 1200-1500 рубльге дейін. Енді 3 күнге алсаңыз болады, мысалға мынау сияқты. Енді мына жерде ценасын қарасаңыз болады. Өзі бұл да жалпы қымбат тариф емес. Мысалы 3 күнге 99 рубльге алып көріп, байқап көрсеңіз болады. Енді бұның артықшылығы Leongramға қарағанда бұл жерде сіз программаны жүктеп алмайсыз, тек қана бұл онлайнда істеп тұрады. Қосасыз, болды. Браузеріңіз жабасыз да, компьютеріңіз жауып қойып, басқа бір өзіңізге басқа бір шаруаларыңызбен айналыса берсеңіз болады. Бұл күні-түні жұмыс жасап, өзі қажет емес адамдарды анализ жасап, соны көрсетіп, сізге көрсетіп береді. Және егер сіз бірнеше тетікті басып жіберетін болсаңыз, соны жасап тұра береді. Енді бұл сервистің қандай минусы бар? Бұл сервистің минусы, енді бұл онлайнда жұмыс жасағандықтан, бұл сервиске 88 мың адам тіркелген. Өзіңіз ойлап көріңіз, 88 мың адам. Мен өзім веб бағдарламашы болғандықтан айта аламын, бұл сервис мынаған қарағанда жай жұмыс жасайды. Себебі мына жерде сіз жұмысты бастап кету үшін әрі кетсе 15 минут, әрі кетсе 15 сызықша жарты сағаттай уақыт кетеді. Ал мына сервисте
аккаунтыңызды қосасыз, ол аккаунтыңыз анализ жасап данныйларды өзіне жинау үшін бірнеше күнге дейін уақыт кетеді. Мен тәжірибе жүзінде жұмыс жасаған кезде сондай болды. Бірнеше күн бойы ол анализ жасады. Енді ол түсініксіз жағдай, бұл сервис нашар деген сөз емес, басқа кез келген сервисте сондай болады. Себебі ол ақпаратты жинау үшін Инстаграмда шектеу бар, соны есептегенде бұл бірнеше күн деген шыны керек ештеңе емес. Ал мына сервис сіздің компьютеріңізде болғандықтан басқа ешкім араласпайды, тек қана жұмысты бірден бастап кетуге болады, және бұл сол жағынан ыңғайлы. Уақыт жағынан мына ұтып тұр енді. Енді бұл сервисті пайдалану үшін сіз жай ғана мына тарифтен кез келген біреуін сатып аласыз, немесе мына 3 күн қолдануға болады. Бірақ мен есепте көргенім бойынша 3 күннің ішінде бұл анализ деген кірмейді. Яғни тағы бір артықшылығы, бұл Инстаграмға парақшаларыңызды алға жылжытып қойсаңыз болады, и плюс жаңағы анализ жасап боттар мен коммерциялық аккаунттардан тазалап беретін функциясы бұл жай ғана қосымша бір бонус ретінде беріледі. Ол үшін тек қана осы сервисті бастап жұмыс жасай берсеңіз болады. Енді бұл программаларға, мына программа және мына сервиске сілтеме осы видеоның астында бар, сілтемені басып осы үшеуін де байқап көрсеңіз болады. Енді үшіншісі, бұл жерде spamguard.com деп аталатын жеке сервис. Бұл сервис тек қана осыған арналған, яғни очистка и защита Инстаграма от ботов и спам дейді. Енді осындай қызмет атқарады, қажет емес аккаунттар мен парақшаларды анықтап және содан тазалап береді, және онымен қоса, яғни айтып кеттім, бұл тек қана осыған арналған. Аккаунтыңызды қосып қоятын болсаңыз, айына осынша төлеп тұрасыз. Енді аккаунттың подписчиктер саны байланысты, енді өздерінің есептеп беретін системасы бар. Соған сай төлеп тұрасыз, және өзі осымен айналысады. Қажет емес адамдарды өзі ай сайын бір немесе күніне бір жойып отырады автомат түрде. Енді баға жағына келейік. Бұл жерде баға жағын білу үшін сіз мына жерде узнать цену деген бар, осы жерге өзіңіздің аккаунтыңызды енгізесіз. Енді бұның тарифтері әртүрлі. Қазір түсіндіре кетейін. Мысалға мен мына жерге осындай айқұлақ белгісін қоямын да, өзімнің аккаунтымды жазайын. Мысалы, сіз өзіңіздің аккаунтыңызды немесе бір кез келген танымал аккаунтты жазып көрсеңіз болады, қызық үшін. Әрине, мен біразын байқап көрдім. Енді узнать цену дегенді басамыз, бірнеше секундтың ішінде бізге бағасы қанша болатынын шығарып береді. Енді spamguard мына жерде тестовый түрде байқап көруге болады, бірақ мына біріншісінен бастайық. Осы жерде бұл жерде жазып қойып $4.49. Яғни мен тазалау $4 менің аккаунтымда 49 цент тұрады. Қазір менің парақшамда бір 4,5 мыңдай подписчик бар, қателеспесем. Одан кейін плюс $2.24 дейді. Енді біріншісі бұл тазалау үшін. Яғни аккаунтыңызды полный тазалап шығасыз, сіз осы үшін осынша төлейсіз. Одан кейін айына $2 төлеп тұрасыз, примерно $2,5 және ай сайын сіздің парақшаңызға өзі қамқорлық жасап, жаңағыдай қажет емес аккаунттарды әрі қарай тазалағаны үшін сіз ай сайын $2 төлеп тұрасыз деген сөз. Ал мына жерде үшіншісі, бұл тек қана осыны алатын болсаңыз, сіздің аккаунтыңызды тазалап береді $4-ға, одан кейін сіз $2 төлемейсіз. Одан кейін жұмыс жасап тұра береді. Яғни жұмыс жасап тұрғанда тек қана бір рет істетесіз, одан кейін ештеңе төлемейсіз деген сөз. Енді бұл сервисті негізі ұсынатын мына Zengram сервисіне қатысы бар. Мен енді осы Zengramның блогында арнайы жаздық. Қателеспесем, осы Zengramның қосымша тағы бір жасаған осы сервисі. Яғни бұл екі сервисті тиесілі, бір жерге тиесілі деген сөз. Енді бұл сервисті бастап кету үшін жай ғана тіркелесті, әрі қарай өзіңіздің аккаунтыңызға қосасыз. Аккаунтыңызда подписчиктер саны байланысты және аккаунтыңызға байланысты мына жерде баға көріп тұрғандарыңыздай әртүрлі болады. Мысалға, менде 4000 подписчик, негізі мен подписчик санына байланысты болатын шығар деп ойлаған, бірақ менде 4000 подписчик бар, осы кезде $4 деді. Ал мысалға менде islammedia.kz деген жеке контенттік жоба бар, ода мысалға 56 000 подписчик бар, қазір қанша болды екен, 56 000 подписчик бар, мысалға оған $9 сұрап тұр да. Енді әрине жаңа қарағанда екі есе жоғары, бірақ екі есе жоғары дейін десең, подписчик саны 10 есе 20 еседей жоғары болып тұр да. Демек бұл цена подписчик санына байланысты емес, өзіңіздікін осылай тексеріп көрсеңіз болады. Әрине бұл сервистің мен қайсысы ыңғайлы дейтін болсам, мысалға мен қазір қолдануға біреу маған қажет болатын болса, мен осы spamguardты немесе мына Zengramды қолданар едім. Себебі мына Leongramды қосып қоятын менде уақыт бола бермейді, менде онлайнда жұмыс жасаған ыңғайлы. Енді
мен тәжірибе жүзінде мына Zengramмен жұмыс жасап көрдім. Spamguardта тестілеп көрген жоқпын, бірақ алдағы уақытта міндетті түрде тестілеп көрем. Оны шамасы өзімнің аккаунтыма тестілеп көрем, және ол туралы мен жеке қалай айтушы еді, кейс жариялаймын видео түрінде. Яғни басында қалай болды осындай, одан кейін тазалағаннан кейін мысалға қанша подписчикті жойып жіберді, белсенділік төмендеді ме, жоғарылады ма деген сияқты. Мен қайсы аккаунтқа істеп көретінін білмеймін әлі. Осы екеуінің біреуіне жасап көремін міндетті түрде. Енді мына сервисті мен жасап көрдім, яғни Ислам Медиа парақшасында мен 21 мың подписчик болып тұрған кезде мен мына сервисті іске қосып қойдым. Ол бір айдың ішінде менің аккаунтымдағы подписчиктер санын 16 мыңға дейін қысқартып жіберді. Яғни қысқартқанда қажет емес 4-5 мыңдай адамды жойып жіберді, яғни коммерциялық аккаунттар мен боттар. Ол сервисті жойып жіберді, және сол кезде мысалға белсенділік ол нормальный болды да, яғни қажет емес адамдардың бізге мүлде қажеті жоқ. Енді бұл өте маңызды, егер түсінетін болсаңыз. Инстаграмға қажетті деген бір керемет 3 фишка болатын болса, соның біреуіне осы қажет емес аккаунттардан тазалауды жатқызуға болады. Бірақ неге екенін көптеген Инстаграм эксперттер видеоларын қарайтын болса, көбі ананы айтады, мынаны айтады, умный лента дейді, анау дейді, мынау дейді. Бірақ тазалау туралы шыны керек қазіргі уақытта ешкім ағадан дұрыс бір ақпарат жоқ. Әлде мен таба алмадым, әлде маған солай көрінді, білмедім енді. Осымен видеоны аяқтаймын. Келесі видео сабақта кездескенше, егер сұрақтарыңыз болатын болса, онда осы видеоның астына жазып қалдырсаңыздар болады. Және каналға жазылуды ұмытпаңыз. Егер сұрақтарыңыз болатын болса, осы видеоның астына жазып қалдырыңыздар, немесе менің WhatsApp номеріме осы видеоның астына сілтеме бар, соны басып жазып қалдырсаңыздар болады. Бүгінше осы, келесі видео сабақта кездескенше.